Kanalıma hoş geldingizler. Assalamualaikum dostlar. Бүгін Крушинка трассасына қаратай темір жинауға шыққам. Бұйырған нәрсені көреміз. Бірінші бүгін тапқан затымыз мыс. Осы жолдың бойымен жүріп түрлі түсті металл, темір, алюминий бәрін жинайтын боламыз. Тек Гореваның ыдыстарынан басқасын. Сонымен кеттік. Цинковый грузик. Жолдың бойынан өтіп бара жатып, алдынан телевизор көріп қалдым. Әлі барып көрмедім. Артында заттары бүтін сияқты. Көрейік. Мыс. Одан кейін басқа да заттары бар екен, тек осының бойындағы мыс жоқ екен, бірақ мына мысты біз алып кетеміз. Плата, конечно. Велосипед осылайынан қойғам. Жаңа темірді алдым. Жеңіл алынды. Өзімде тек қайшы ғана бар. Осы мысты қазір алып кетеміз. Өзімізбен бірге, және де мына платаның ішінде аздап мыс болу қажет. Қазір мен ашып сіздерге көрсететін боламын. Короче, осындай жерде әлі отырмын, шет жақта. Телевизордың қасында, мусордың қасында. Мен онандай жер, мынандай темір таптым. Короче, резинан. Іші мыс екен. Қазір біз бұны міндетті түрде алып кетеміз. Керемет находка, мыс. Короче, телевизор осы алдында жатыр, жолдың бойында. Бүкіл мысты алып кеттім. Мынаның барлығы мыс. Темірдің ішінде мыс бар, оны үйге барып тазалаймыз. Телевизордан тек платаны тастап кеттік. Велосипедтің алдына корзинаға салып арғатай түрлі түсті металлды іздеуіміз жалғастыра берейік. Біздің келесі табылған затымыз мыс. Тоқ. Барығы мыс болып кетті. Арғатай жүре берейік. Біздің келесі табылған затымыз алюминий шашылып жатқан, және де тоқ. Алдымызда бидай өсіп тұр. Ауыл, жол. Келесі біздің табылған затымыз мыс. Мен жаңағы жерден алыстаған жоқпын. Әне, кішкене жүрген жерден мен тағы да мыс таптым, тоқ. Кездесіп жатқан заттардың бәрі мыс болып жатыр. Күшті. Біздің алғашқы табылған теміріміз бонд. Міне мынау Крушинка трассасы. Осының бойына темір жинауға бүгін негіз мақсатым келуім. Бірінші табылған затымыз мыс болды. Бәрі мыс қойырыч. Тоқ қой. Осының ішіне қазір сап қоямыз. Что-то темірлер көрінбейді. Алюминиевый банкалар, яғни Горева Макитаның ыдыстары ғана жатыр. Бұйырған нәрсесін аламыз ғой. Бұйырып тұрған нәрселерді. Жолдың бойынан табылған келесі біздің затымыз ол 20 теңге. Алдық, ал кеттік. Тағы да мыс. Ішінде кішкене латун бар. Қалбыр
Жаңағы тоқтапқан жерде табылғанбыз. Бүгін маған беріп тұрған заттың бәрі мыс қой деймін. Әрбір жүрген сайын көп ұзамай мыс табылып жатыр. Жаңа табылған мыс. 1 метрдей тоқ. Бүгін керемет күн болып тұр ғой. Мен кері айланып қайтар жолға түстім, қайтып келе жатырмын. Жолдан мыс табылды. Бәрін жинап жатырмыз. Осы жолмен үйге қайтамыз. Келген жолмен. Медь, мыс. Табылған жат. Темір, бірақ алмайды. Өзімнің ауыма қайтатын бұрылысқа жақындадым. Қызыл тудың жолы. Остановкадан табылған затымыз темір гайка. Және де 5678 мыс. Біздің келесі табылған затымыз тоқпаған жолдан тапқам. Видеоға түсірмедім, басып көрдім скоростьпен. Үйге жақындап қалдым. Осы жолмен қазір бір жарты сағаттай жүрем. Кешегі табылған біздің барлық заттарымыз. Тоқтар қазір енді осының іштерін ашып, мыстарын жинап, бәрін өлшеп көреміз. Кешегі біздің бүкіл тапқан заттарымыз 30 теңге. Мыс тоқтары, мыс плата, сосын алюминий. Осыда мыстарын сыртын қазір тазалап, салмағын өлшеп, разбор жасаймыз. Осылайна коробкаға салған бәрін. Коробкаға төсек қойдым. Бірінші осы тоқтан бастайық, телевизордың ішіне мыстан оратылған. Дәл қазір осы резинаның сыртын тазалаймыз. Пышақтың бойымен осы тігінен сызып өтеміз. Ішіндегі тағы бір резина бар екен қара, оны тазалаймыз. Сыртын кесіп жүргіземіз. Дәл қазір осы резинаны сыртынан былайын жүргізіп өтеміз. Полностью жүргізіп өткенде осы темірден сырты тезірек ашылады. Қазір не болған көрейік, қанша келе шығады көреміз. Бағанағы толығымызды тазалап біттік. Қалдықтары, мусоры шыққан мыс салмақты болып шықты, әдемі көрінеді көзге. Жарық болса әдемі болып тұрады. Қалған мыстарды енді тазалай берейік. Мынаны тазалайық, мынаны тазалайық. Мынаның ішін қазып көрейік. Мынаның ішін шашып. Осының ішінде мыс болу керек, сол үшін осы жеріне сындырып алып кеткем. Мына қызыл зат қатты болып шықты. Ішінде мыс жоқ, өйткені ішінде аккумулятор секілді бір зат болып тұр. Мына темірді аштым, ішінен осындай мыс шықты. Аздаған. Шыққан результат. Біздің бүкіл табылған заттарымыз грузик цинковый, алюминий 20 грамм, аздаған темір 30 теңге, және де бүкіл мыс. Барлығын тазарттым. Салмағын көрсетем. Бүкіл мысты пакетке салдым, енді салмағын көрейік. 910 грамм бір күнде табылған мыс көлемі.
жақсы табылған заттар. Осының бәрін жинаймыз. Бұлар темірдің өлшеуінің қажеті жоқ, өте аз. Бәрін жинап бір күн өткіземіз. Осымен видеом аяқталды.